Бүгін ерекше күн. Әділет өмірлік серігі етіп таңдаған сүйіктісі Әсемді өз шаңырағына Ақтөбеге келін қылып әкелді. Таңсәрден бастап екі жақта дайындықта болды. Әсемнің төркінде қимастық пен қуаныш аралас сезім, ал Әділеттің үйінде күту мен қуанышты толқу. Жол бойы Әсемнің жүзінде сәл ұяңдық, бірақ көзінде сенім мен жылылық байқалды. Ақ орамал тағылған жаңа түскен келіннің белгісі. Көліктің терезесінен туған жерінің әр бұрышына соңғы рет қарап, жаңа өмірге қадам басып бара жатқанын сезді. Ақтөбеге жеткен соң алғашқы атқарылған іс Әділеттің Әсемнің ата-анасының алдынан өтуі. Бұл қазақ дәстүріндегі маңызды қадам. Күйеу бала үлкендерге сәлем беріп, ризашылық білдіреді, ал ата-ана бата беріп, жастарға ақ жол тілейді. Бұл сәтте бәрінің жүзінде қуаныш пен бір-біріне деген құрмет сезімі бар еді. Сәлемдесуден кейін үлкен үйдің төрінде дастархан жайылды. Дәмі балдай шай, жаңа піскен бауырсақтың иісі бөлмеге жайылды. Әсем жаңа түскен келін ретінде ақ орамалын тағып, дастархан басында шай құйып отырды. Оның қимылынан әдеп, сыпайылық, инабаттылық байқалады. Үлкендер мақтанышпен қарап, жолың ақ болсын деп тілеуін айтып жатты. Шай үстінде естеліктер айтылып, әзілдері естілді. Әділет пен Әсемге бақыт тілеген дауыстар үзілмеді. Келіннің әр әрекеті үлкендерге шай құюы, қонақтарды жылы қарсы алуы бәрі ауыл дәстүрінің ажырамас бөлігі еді. Бұл күн екі жастың ғана емес, екі әулеттің де өміріндегі маңызды белеске айналды. Төркін мен қайын жұрт арасындағы байланыс нығайып, жаңа туыстықтың басталған сәті болды. Ақ орамалды келін қазірдің өзінде жаңа отбасына үйлесіп кеткендей көрінді. Күннің соңында бата беріліп, жастарға ұзақ ғұмыр, бақыт пен береке тіленді. Әсем үшін жаңа өмірдің басы, Әділет үшін сүйген жарын туған жеріне әкелген қуаныш, ал екі жау үшін ортақ шаңыраққа тілек пен үміттің тоғысқан күні болды.